Аспириннің пайдасы. Аспирин әлемдегі ең танымал дәрілердің бірі. Оның пайдасы да, зияны да бар. Бүгінгі видеода осы тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Бәріңізге сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Біздің арнаны көбісі тіркелмей көріп өтеді екен. Арнаға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетулеріңізді сұраймыз. Егер ақпарат ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Аспирин. Оны күнде ішуге бола ма? Бұл әлемдегі ең танымал дәрі-дәрмектің бірі. Оның негізгі белсенді заты ацетилсалицил қышқылы. Ол қабынуды азайту, ауырсынуды басу және қан сұйылту әсеріне ие. Аспириннің шығу тарихы. Алғашқы шығу тегі мынадай. Аспириннің түп негізі талдың қабығында кездесетін салицил қышқылынан басталады. Біздің заманымызға дейін 400 жылы Гиппократ тал қабығының сығындысын ауырсынуды басу үшін қолданған. Ғылыми ашылу кезеңі 1897 жылы неміс химигі Феликс Хоффман Байер компаниясы ацетилсалицил қышқылын синтездеп, оның асқазанға зияны аз екенін анықтады. 1899 жылы Байер компаниясы оны аспирин атауымен дәріханаларға шығарды. Аспирин қалай әсер етеді? Бірінші әсері – қан сұйылту әсері. Аспирин тромбоциттердің бірігуін, қан ұюын баяулатады. Сондықтан инсульт пен инфаркттың алдын алу үшін қолданылады. Дәрігерлер жүрек қан тамыр аурулары бар адамдарға күніне 75-100 мг аспирин қабылдауға кеңес береді. Екінші әсері – қабынуды азайту. Ағзадағы қабыну процестерін тежейді. Бұл буын ауруларына, артрит, ыстықты түсіруге, суық тию жағдайларына пайдалы. Ауырсынуды басу, бас ауруы, тіс ауруы, бұлшықет ауырсынуы кезінде аспирин ауырсынуды басатын әсер береді. Енді аспириннің пайдасына келсек, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу. Аспирин тромбоциттердің бірігуін баяулатады, яғни қан ұйып тамырларды бітеп тастау қаупін азайтады. Инфаркт немесе инсультке бейім адамдарға күн сайын аз мөлшерде 75-100 мг аспирин қабылдау ұсынылады. Қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Тікелей қан қысымын түсірмесе де, аспирин қан тамырларын кеңейтіп, гипертониялық криздің алдын алуға көмектеседі. Бірақ жоғары қысыммен ауыратын адамдар дәрігердің бақылауымен ғана қабылдауы керек. Бас ауруы немесе қабынуға қарсы әсері. Аспирин қабыну процесін тежейді. Сол арқылы мигрен, тіс ауруы, буын аурулары сияқты жағдайларда ауырсынуды азайтады. Оның әсері қан ұюының алдын алу. Қанның қоюланып ұюы жүрек талмасына және инсультке алып келуі мүмкін. Аспирин қанның сұйық болуына әсер етіп, тромбоздың алдын алады. Жүрек қан тамыр жүйесінде проблемалары бар адамдарға аспиринді тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Аспиринді ұзақ уақыт қабылдамас бұрын дәрігердің міндетті түрде кеңес алуыңыз қажет. Себебі оның кейбір кері әсерлері асқазан жарасы, қан кету қаупіне әкелуі мүмкін. Аспириннің енді зияны бар ма? Асқазан жарасы тудыруы мүмкін. Аспирин асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді. Бұл асқазан жарасы қышқылдың көбею және гастриттің асқынуына әкелуі мүмкін. Оны аш қарынға ішу қауіпті. Сондықтан тамақтан кейін қабылдау ұсынылады. Қан кету қаупін арттырады. Аспирин қан сұйылтатындықтан ішке қан кету қаупін арттырады. Жарақат алған кезде, ота алдында немесе еттеккір кезінде қан кетуді күшейтуі мүмкін. Кейбір адамдарға ішуге болмайды. Асқазан жарасы, гастрит, бауыр және бүйрек аурулары бар адамдарға ұсынылмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға дәрігердің кеңесінсіз ішуге болмайды. Балаларға беруге қауіпті. Рия синдромы. Аспирин 12 жасқа дейінгі балаларға берілмеуі керек. Себебі Рия синдромы бауыр мен миды зақымдайтын сирек бірақ қауіпті ауруды тудыруы мүмкін. Балаларға арналған парацетамол немесе ибупрофен балама ретінде ұсынылады. Аспиринді енді бетті ағартуға қолдануға бола ма? Денсаулыққа пайдасынан бөлек ол тері күтіміне де және
Тұрмыста да қолдануға болатын дәрі. Аспиринді бетті ағартуға қолдануға бола ма? Иә, аспиринді бет күтіміне қолдануға болады. Себебі оның құрамындағы ацетилсалицил қышқылы теріні тазалап, безеулерді, қара дақтарды азайтуға көмектеседі. Бірақ оны абайлап қолдану керек. Өйткені ол теріні құрғатып жіберуі мүмкін. Аспириннің бетке пайдасы: теріні ағартуға көмектеседі, пигментация мен қара дақтарды азайтады, безеулермен күреседі, терідегі қабынуды басып, артық майды кетіреді, өлі тері жасушаларын кетіреді, пилинг әсерін береді, теріні жұмсартады, терідегі майлылықты реттейді, майлы теріге жақсы әсер етеді. Аспирин маскасын қалай жасауға болады? Қарапайым аспирин маскасы: 3-4 таблетка аспиринді ұсақтап, 1 ас қасық су қосып, паста жасаңыз. Бетіңізге жақып 10 минут ұстаңыз, сосын жылы сумен жуыңыз. Аспирин қосылған бал маскасы: 3 таблетка аспирин, 1 шай қасық бал, 1 шай қасық су қосу керек. Жақсылап араластырып, бетке жағып, 10-15 минуттан кейін жылы сумен жуыңыз. Бұл маска құрғақ теріге жақсы әсер етеді. Аспирин қосылған йогурт маскасы: 3 таблетка аспирин, 1 ас қасық йогурт, 1 шай қасық лимон қышырына. Жұмсақ қабыршақтану, яғни пилинг әсерін береді. Теріні ағартады. Күнде қолдануға болмайды. Аптасына 1-2 рет қана жасау керек. Құрғақ және сезімтал теріге аспирин маскасын жиі қолдану теріні құрғатып, тітіркендіруі мүмкін. Аспиринге аллергияңыз бар жоғын тексеріңіз. Алдымен қолдың кішкентай жеріне жағып көріңіз. Егер дұрыс қолдансаңыз, аспирин маскасы теріні тазартуға және ағартуға өте жақсы көмектеседі. Аспирин және жүрек қан тамыр аурулары. Аспирин жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алу және емдеу үшін жиі қолданылатын дәрі. Ол қанды сұйылтып, қан айналымын жақсартады. Сонымен қатар қауіпті аурудың алдын алады. Қан ұюының алдын алады. Тромбоциттердің бірігуін азайтып, қан тамырларда тромбтардың түзілуін тежейді. Қан айналымын жақсартады. Қан тамырлардағы қысымды төмендетіп, жүрекке түсетін жүктемені азайтады. Аспиринді жүрекке байланысты кімдер қабылдау керек? Жүрек талмасы немесе инсульт өткергендер, жоғары қан қысымы бар науқастар, қан тамырлары тарылуы бар адамдар, диабеті бар, жүрек ауруына бейім адамдар. Жүрекке байланысты кімдерге қолдануға болмайды? Асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға, қан қысымы тым төмен адамдарға, қанды сұйылтатын басқа дәрілермен бірге қабылдайтындар қан кету қаупін күшейтеді. Балалар мен жасөспірімдерге қолдануға болмайды. Аспиринді қалай дұрыс қолдану керек? Күніне 1 рет 75-100 мг кардиоспирин дәрігердің нұсқауымен қабылданады. Тамақтан кейін ішкен дұрыс. Асқазанға тікелей әсері азайту үшін суды мол ішу керек. Аспириннің асқазанға кері әсерін азайтады. Дәрігердің кеңесінсіз ұзақ қабылдамау керек. Маңыздысы, аспирин жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Бірақ оны тек дәрігердің нұсқауымен ғана қабылдау керек. Аспиринді үй шаруасында қалай қолдануға болады? Аспирин тек ауырсынуды басатын дәрі емес, оны үй шаруасына да пайдалануға болады екен. Киімдегі дақтарды кетіру, тері, қан, шарап, кофе дақтарын жақсы кетіреді. Қалай қолдану керек? 2-3 таблетка аспиринді ұсақтап, 100 мг жылы су араластырыңыз. Даққа құйып 30 минут күтіңіз. Содан кейін әдеттегідей жуыңыз. Гүлдерді ұзақ сақтау. Аспирин судағы бактерияларды өлтіріп, гүлдердің өмірін ұзартады. Вазаға 1 литр суға 1 таблетка аспиринді езіп қосыңыз. Гүлдеріңіз бірнеше күнге ұзақ сақталады. Унитазды ағарту. Унитаздағы сары дақтарды кетіреді. Қалай қолдану керек? Унитазға 2-3 таблетка аспирин салып 20 минут күтіңіз. Киімнің түсін сақтайды. Ақ киімдердің сарғайып кетуін алдын алады. Жуу суына 5 таблетка аспирин қосып, киімдерді 2-3 сағатқа жібітіп қойыңыз. Масала шаққан жерді емдейді, қышу мен қызаруды басады. Қалай қолданасыз?
бір таблетка аспиринді аз мөлшерде суда ертіп, массаж шаққан жерге жағыңыз. Терідегі қара дақтарды кетіру. Бақшадағы өсімдіктерді қорғау. Көгалдағы саңырауқұлақ ауруларына қарсы әсер етеді. Бір таблетка аспиринді 1 литр суға ертіп, өсімдіктерге бүркіңіз. Ал сіз аспириннің осыншалықты пайдасын білдіңіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Аспиринді тағы да қандай емдік мақсатта немесе үй тұрмысында қолданасыз? Пікіріңізді бөлісе кетіңіз. Егер ақпарат сізге ұнаса, бұл арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.